Саламатсыздар ма, менің құрметті каналға тіркелушілерім. Бүгін біз бір стакан айранмен және 2 жұмыртқамен отбасымызға тәтті тамақ жасап қуантамыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. Оны жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 250 грамм кез келген қолдың айраны болсын, магазиннің айраны болсын жарай береді. Соны салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы дайын болғанның үстіне жарты қасық тұз, 1 қасық шекер және 100 грамм сыр, кез келген сыр жарай береді, және вареный колбаса және 8 грамм укроп салып, барлығын араластырамыз. Бәрінің басын жақсылап араластырып болғаннан кейін осы дайын болған үстіне ұнымызды саламыз. Ұн бізге 450 грамм керек, кез келген ұн жарай береді. Бірінші сорт, екінші сорт немесе высший сорт ұн сала бересіз. Және оның үстіне 1 қасық разрыхитель саласыз. Және осыны жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Қамырымыз қатты, не жұмсақ болмау керек. 450 грамм ұн салсаңыздар, қамыр өзі әдемі болып түседі, қолға сәл жабысқақ болады. Осының жақсылап илеп, июн қандырамыз қамырымыздың. Басын біріктіріп, июн қандырғаннан кейін бетіне салафан немесе таза сүлгі жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Яғни қамырымызды 10 минутқа тұнықтырамыз. Минуттан кейін қамырымыздың бетін ашып, қамырымыздың бетіне ұнды сеуіп отырып, қамырымызды не қатты жұқа емес, не қатты қалың емес қылып жайып шығамыз. Қамыр қолымызға кішкене жабысады, оны кішкене ұн сепсеңіздер, ештеңе етпейді. Әп-әдемі қамыр болады. Қолмен де жайылуға келеді қамыр. Бірақ оқтаудың көмегімен біз қамырды үлкен етіп жайып аламыз. Қамырымыз әдемі жайылуда. Барлық жерінің тегіс болған қадағалаңыздар. Енді пышақтың көмегімен алып ұзынша етіп кесіп аламыз. Бұл ас таңғы асқа, түскі асқа, немесе кешкі асқа жылдам дайындалатын дәмді тағам. Балаларға, үйдегі адамдарға өте тойымды. Сондықтан жасауларыңызға кеңес беремін. Енді қызып тұрған табадағы майға жаңағы қамырымызды шетінен салып отырып, баяу отта пісіріп аламыз. Яғни қамырымыз қазір әдемі болып көтеріліп, қып-қызыл болып пісіп шығады. Қамырымыздың келесі бетіне аударамыз қызарғаннан кейін. Одан кейін бірдей қызыл болғаннан кейін барлығын аламыз. Келесінде осылай салып, барлық қамырымызды пісіріп шығарамыз. Қыздар 250 грамм айраннан осынша үлкен тарелкадағы үлкен отбасына жететін тәтті тіске басарлар шығады. Соны алып жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетсеңіздер болады. Қай қаладан екендеріңізді де жаза кетіңіздер.
сіздердің комментарияларыңызды оқып, мен қуанып қалатын боламын. Мінекей қып-қызыл болып қызарды қамырымыз. Бұл өте жұмсақ, өте нәзік, өте тойымды тағамның бірі. Баяу отта пісіру керек. Қатты отта болса тез күйіп кетеді. Сондықтан осыны ескеріңіздер. Мінекей біздің тағамымыз пісті. Барлығын осылай майға пісіріп аласыздар. Мінекей осынша үлкен тарелкадағы тағам шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер.